Мектеп туралы әңгіме бөлек. Ал елдегі көп қабатты тұрғын үйлердің 3-тен 1 тозып тұр. Күрделі жөндеуден өткізбесе болмайды. Бұл үшін үкімет үйлерді термомодернизациялауды ұсынды. Басында тартыншақтаған ағайын дегенмен жаңа жобаны қолдай бастады. Үйіңді жөндеп, ескіңді жаңаға ауыстырып жатса, қолдамай қайда барасын. Қазір республикамыздың барлық аймақтарында тұрғын жайларды қазіргі заманға сай жаңғырту жұмыстары басталып та кетті. Атырау облысында термо жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр екен? Бекен Әлирахымнан білейік. Термо жаңғырту жұмыстарының бірінші кезеңі бойынша үйдің жертөлесіндегі іріп шіріген құбырларын ауыстыру, көпшілік кіріп шығатын есік терезелерді ауыстыру және шатыр мен жалпы өң беретін қасбеттерге жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ал екінші кезең бойынша тұрғындардың келісімі бойынша жекелеген пәтерлерге де жөндеу жұмыстары жүргізілуі мүмкін. Үкімет тарапынан мұндай оң өзгерісті күтпеген тұрғындар қазір аң-таң күйде. Дегенмен 70% термомодернизациялық жобаларды қолдап отыр. Файзулла Кәрімұлы мына 5 қабатты үйді өткен ғасырдың 70-ші жылдары өз қолымен салысқан. Үлгілі құрылысшыға пәтер осы ғимараттан беріліпті. 40 жылдан соң сыныда кеткен үйді жөндеуге келген әріптестерін қуана қарсы алған жайы бар. Подвалдар суменен суланып кеткен, су көп, астында трубалар шіріп жатыр. Енді қазір осы фасадын бәрін өзгертеміз, жақсы етіп ремонттаймыз деп жатыр. Бұның жарысын үкімет төлейді, жарысын осы тұрғындар төлейді. Тұрғындардың ішінде әлі келетін, еңбек ететін жолдасы да, өзі де еңбек етсе, балдарына шаққанда ақшасы қалса солар төлейді. Ал енді мал имущество жаңа жалғыз басты пенсионерлерге үкіметтен ақша бөліп жатыр. Бөлінген қаржы мен тұрғындардың әлеуметтік жағдайына сәйкес модернизация құны әзірге 4 бөлмелі пәтер иелері үшін 1000 теңге. Қалған 3-2 бір бөлмеліктер содан төмендей береді. Ал төлем ақыны жұрт Қазпоштаның шотына аударады. Бұл пиктердегі теріс әрекеттер мен жемқорлықтың алдын алмақ. Бірінші тетігі бойынша 10 үйді пландап отырмыз. Оған 120 миллион теңге бөлінді. Жұмыстары осы октябрьдің аяғына дейін бітіруіміз керек. Екінші тетігі бойынша 343 миллион 750 мың теңге келіп түсті. Оған 30 шақты үйді жасаймыз деп отырмыз. Модернизация пәтер иелердің 70% келісім берген жағдайда ғана жүргізіледі. Азып тозып күйі кете бастаған көп қабатты үй тұрғындарының көпшілігі бұл бастаманы қолдап отыр. Қазір аймақта екінші кезең бойынша жаңғыртылатын тұрғын үйлердің жай-жапсарына сараптама жасалуда. Атыраудан Бекен Әлирахым, Қанат Елеуов, ұлттық арна.